Кіріспе сабақтар, көркем мәтінмен жасалатын жұмыс түрлері, көркем шығарманы талдаудың жолдары, қорытынды сабақ және шолу тақырыптарды оқыту. Енді бізде сабақ дегеніміз сабақ және оның кезеңдері. Ең бірінші аудиторияға мұғалім кірген кезде әрине ең бірінші кіріспе сабақтан бастайды. Сабақ оқытудың ең негізгі үрдісі. Яғни материалды есте сақтау, жан-жақты оқушының бойына сіңіре білуі, осы әрбір мұғалімнің шеберлігін қажет етеді екен. Ең бірінші біз кіріспе сабақтарда, яғни сабақты ұйымдастыру кезеңдері. Одан кейін мұғалімнің оқу тәрбие мақсаты, көркем шығарманың өзіне қарай кіріспе жұмыстары әртүрлі болып келеді екен. Оған кеткен уақыт мөлшері де кіріспе жұмыстары өткелі отырған тақырыпқа оқушыны қызықтыру. Ең бірінші біз қалай ойлайсыңдар, неден бастаймыз? Мысалы, біз Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қараш оқиғасын өтіп жатырмыз 7-ші сыныпта. Бірінші Мұхтар Әуезовтің өмірі жайлы түсінік беріле ме? Беріледі. Неміс педагог айтқан екен, өзі Адольф Дистерберг деген 19 ғасырдың өзінде, мұғалім ең бірінші, егер мұғалімнің негізгі кемшілігі дейді, өзіне берілген материалдарды тегіс оқушыларға беру. Яғни басынан түгеліне дейін айтып беруге тырысу екен. Мен күнделікті сабақта айтамын, ең бірінші сабақта біз берілген сабақты өтпес бұрын алдымен тақырыпты тақтаға жазылады, тақырыптан барып оқушы не түсінеді. Яғни оқушының аялық білімі қандай? Оға дейін ол шығарманың тақырыбы туралы біледі ме, жоқ авторы туралы біледі ме? Осы Қараш-Қараш оқиғасында, мысалы Мұхтар Әуезовтің ол туралы фильмдерде шығарылған 1968 жылы, осы Қараш-Қараш оқиғасының ізімен фильмде шығарылды. Ал кіріспе жұмысында мұғалім ең бірінші оны жазылу тарихы және бас кейіпкер Бақтығұлдың тағдыры туралы кішкене ғана айтса, соның өзі жеткілікті. Кірдім. Мен сабақ өтіп жатырмын. Дауысы естіліп тұр ма? Сценарий жазғандары Әкімәшімов пен Болат Шәмшиев. Желімді қойған режиссер Болат Шәмшиев. Бас операторы Тұрапбеков. Мен оны қысқаша ғана көрсетейін, қысқаша ғана. Ең бірінші, бұл бізде қандай әдіс деп аталады? Қандай әдіс деп аталады? Қызымнан қанайып жетім бола қалды. Көкірегімді қарсайған тек қалды. Зайнаудан жылқыға дейіп, тегі мені ұрыдығым деп тұрабы. Жылқыға өйде дейіп, түрдің бір әңгіме деймсің. Жалғыз әнімді тек күлі өттімен емесің деме. Сен неме құмдауына өлеге деген. Оның аузына салған құдай қарағымен тоқат. Көшімді сақтарының айт. Алып өтемді. Ең алап мезгілім кетті. Аттан! Аттан!
яғни біз жаңағы осы қай шығарманы алсақ та, Ілияс Жансүгіровтің Көкшетауын алсақ та, мына Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қараш оқиғасын өтсек те, ең бірінші сабақта ол туралы кішкене осы әдіс арқылы біз оқушыларға кішкене түсінік береді екенбіз. Яғни бұл әдістің аты стоп-кадр деп аталады. Жаңағы фильмге 20 ғасырда, яғни қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың әкесі Рысқұлдың Бақтығұлдың прототипі кім екен? Бұл жерде Бақтығұлдың прототипі Рысқұл. Тұрар Рысқұловтың әкесі Рысқұлдың прототипі болып табылады. Рысқұлдың өзі Бақтығұлдың прототипі, Бақтығұлдың інісі Тектіғұл Сәлмен байдың кесірінен қайтыс болғаннан кейін сол жерден кек туындаған. Енді ары қарай. Бұл жерде осы сабақты, яғни көркем шығармаларды өту кезеңдерін беру барысында біз Тұрар Рысқұловтың осы Рысқұлдың прототипі берілген Қараш-Қараш оқиғасын және тағы біз қандай шығармамен байланыстырады екенбіз? Сол жерде Шерхан Мұртазаның да Қызыл жебесімен байланыстыруға болады. Сонымен қатар, мысалы 7-ші сыныпта осы Қасым Аманжоловтың Көкшетау өлеңі берілсе. Кіріспеде мұғалім, кіріспеде не айтуға болады Көкшетауда? Яғни Көкшетауға сырттай саяхат жасауға болады екен. Табиғатын суреттеу. Бұл жерде галерея әдісімен. Яғни Көкшетаудың бізде табиғаттың суреттері ол толып тұнып жатыр ғой. Сол суреттерін іліп галерея өткізуге болады екен. Яғни осы табиғат лирикасын өтпес бұрын біз оқушыларға пейзаж беріп, осы жерден жаңағы пейзаж дегеніміз не? Теориялық жағына келсек, пейзаждың өзінің анықтамасын оқушылардан шығаруға болады екен. Сол арқылы немесе өздерінің білім алуы, бақылауы, тануы арқылы жаңағы осы табиғаттың көріністеріне Көкшетаудың өлеңін оқыта отырып, яғни шығарма суреттерде беруге болады екен. Ал енді көркем мәтінмен жұмыс кезеңдері. Бұл көркем мәтінмен жұмыс кезеңдері жаңа айтты, ең бірінші кіріспе бөлімінен тұрады, одан кейін оның сабақтастығы ретінде жүргізілетін жұмыстар. Ал өлеңдерге келсек, ол ең бірінші әрине дәстүрлі оқыту кезінен бар мәнерлеп оқу, ал жаңа көркем шығармаларда мазмұндау және салыстырмалы талдаулар жүргізіледі екен. Біз осы мұғалім талдау барысында ең негізгі екі түрлі қызмет атқарады деген болатынбыз. Оның біріншісі мақсат атқарады, яғни проблемасын, автордың ойын анықтау. Жаңа біз Қараш-Қараш оқиғасында көтерген проблема және автордың ойы не болмақ екен? Сол кездерде байлардың кедейлерге жасаған қорлығы, өздерінің қол астындағы жұмысшыларды қинағандығы, олардан ас судан айырып, жағдайларының ауыр болғандығын көрсету, халыққа көрсету, сол кездегі тұрмыс жағдайын бейнелеу. Озбырлығын. Озбырлық. Байлардың жасаған қорлығы, озбырлығы деп айтсақ та болады. Сонда біз мұғалім мектеп қабырғасында біз оқушыға, яғни физиологиялық ерекшелігіне қарай, ол жерде жас ерекшелігіне қарай, психологиялық танымына қарай бізде әдебиет сабағында көркем шығармалар берілген. Ал осы 7-ші сыныпта яғни осы Қараш-Қараш оқиғасы берілген және өлеңдері Қасым Аманжоловтың Көкшетау өлеңі берілген екен.
Ал қараш осы Мұхтар Әуезовтің осы повесінде жаңа көтерілген осы бір ғана шығарманы алатын болсақ, көркем туындыда көтерілген проблемалар және автордың ойы біз оқушыға нені талдатып үйретеміз, нені талдауды талап етеді екенбіз. Ал екінші қызметі оқушыны оқыған шығармаларына талдауға машықтандыру екен. Бұл жерде көркем туындыны тұтастай алып қарайды екен. Біз өткенде көркем шығарманы оқытудың әдістерінде ең бірінші талдаудың мәселесін айтқан еді. Сонда көркемдік ерекшелігіне талдау, бөлек автор ойымен, бөлек образдар жүйесіне талдау, бөлек образдар жүйесіне, яғни оның түрлеріне талдау бөлек, және композициясымен несіне талдау? Сюжетіне талдау. Сюжетіне талдау. Яғни сюжет талдаудың өзі қанша бөлімнен тұратын еді? Шығарманың басталуы, дамуы, шарықтау шегі, шарықтау шегі, шиеленісі, сосын соңында шешім. Дұрыс, неге қорқып отырсың? Шешімі. Талдаудың тағы да бір түрі жаңағы сұрыптап талдау дедік. Бұл сұрыптап талдау көбіне проблемалық сұрақтарды, яғни проблемалық шешімдерді айналасында ұйымдастырылады екен. Апай, ау. Көрмедім, мен қазір сабақта едім, апай, сосын. Осы көркем шығармаларды талдау барысында біз мұғалім мен оқушы мен шығарманың арасында қандай байланыс болады екен? Шығарма сырласу, шығарма талдау, шығарма пікірлесу. Осылардың арасындағы байланыс бар, айырмашылық бар. Арасында шығарма мен оқушының арасындағы байланыс, яғни шығармамен сырласу, шығармамен пікірлесу, шығарманы талдау. Біз өзіміз оқырманның өзі көркем шығарманы талдап отырып, басты кейіпкер ретінде өзін алуы мүмкін, өзін елестете алады кейде. Болмаса өлеңді оқып отырып өзін елестетуі мүмкін. Және осы өлеңдегі ең негізгі басты кейіпкер кім? Автордың өзі. Автордың өзі. Сонда біз автордың кейпіне ене отырып, шығармамен сырласа алады екенбіз. Енді жаңағы тағы да кезеңдеріне қайта келсек, мектепте әдебиетті оқытудың осы күре тамыры, яғни көркем мәтінді оқу мен талдау жұмыстары болып келеді екен. Осы көркем мәтінді оқытудың өзі жаңағы талдауға баулу әдебиет мұғалімінің ең негізгі қызметі. Мақсаты.
және сол көркем шығармадан не алды, өзіне не туды. Біз былтыр бағалау өлшем технологиясына Блум таксономиясында өткен ойлау дағдыларының деңгейін өткен едік. Сонда көркем шығарманы оқудың талдаудың, яғни ойлау дағдыларының деңгейі қай деңгейге сәйкес келеді? Бірінші түсіну, білу, қолдану, жинақтау, талдау дегенді. жинақтау, бағалау. Сонда біз көркем шығарманы балаға, оқушыға көркем шығарманы оқыта отырып, яғни оны түсінуге, білуге, талдауға және нәтижеге жету дегеніміз бағалай алуға үйрету екен. Сонымен қатар лирикалық шығармаларды оқыту, яғни оқу, қабылдау, оны әртүрлі пікір айтқызу, жаңағы оқушының ойын білу, бұл аса күрделі мәселе екен, негізі. Көркем шығармаға қарағанда. Көркем мәтінде, яғни көркем шығармада бізде повестерде, әңгімелерде романдарда негізгі кейіпкерлер және жанама кейіпкер деген болады. Ал өлеңді, жаңағы күз өлеңін өз бетімен оқу үшін берсек, мысалы Абайдың күз өлеңінде жаңағы Көкшетау өлеңін өз бетімен оқу берсек, көмек, нұсқау, яғни үлестірме қағаздарын ұсына алады екенбіз. Сонда өлеңді асықпай оқуға, оған да уақытты шектеу керек, әрине ұйымдастыру кезеңіне орай. Өлеңді оқи отырып, қандай күйде болдың? Соны айтып беруге тырыс. Осындай сияқты үлестірме қағаздарды ұсынуға болады екен. Енді мұғалімнің жаңағы ең негізгі мақсаты оқытудағы, осы әдебиетті оқытудағы талдау дедік қой. Яғни талдау оқушының жеке жұмысы және ұжымдық жұмыспен үйлеседі екен. Яғни сонымен байланысады және осы шығарманы талдауда оқушылар бір мақсатты ғана көздейді екен. Олар біріншіден, қалай ойлайсыңдар, бірінші көркем мәтінді оқыған кезде қандай мақсат орындауы мүмкін? Көркем мәтінді, көркем шығарманы бірінші оқуда қалай қабылдады? Эмоциясы, баланың эмоциясы. Көзқарасына әсер етуі. Өзінің көзқарастардың бар екендігі және олардың өз дәрежесінде дұрыс екендігіне қарай өзінің көзқарасын өзгерту арқылы қалыптасады. Яғни оның баланың сөз байлығы, тіл байлығы. Яғни өзінің ойын кезінде еркін көмектеседі. Көркем шығармаға деген көз қарасын қалыптастыру екен. Үшіншіден, талдау арқылы оқушының танымын кеңейту. Бір сөзбен айтқанда, ойлау белсенділігі, яғни бүкіл іс-әрекетін дамыту. Бұл жердегі ең басты мақсаты көркем туындыны талдау жолдарын меңгерту. Көркемдік эстетикалық ерекшелігі, яғни оның көтерген тақырыбы, образдар жүйесі және кешенді түрде талдауы. Мектепте әдеби талдаудың үш жолы бұрынғы тәжірибеден де белгілі. Біз үш жолын айтқан болатынбыз. Ол жерде бірінші авторизммен талдау.
яғни тұтастай талдау. Сосын кейіпкерлерге талдау. Образ талдау. Иә. Үшінші Проблемалық талдау. дұрыс. Үшінші проблемалық талдау. Проблемалық талдау. Ал автор ізімен талдауда бұл жерде мұғалім неге назар аудартады екен? Көркем шығарманы Сюжет, эпизод, автордың негізгі ойы, мазмұн. автор ізімен талдауда, яғни сюжеті мен композициясы. Сюжет оқиға қалай өрбіді. Эпизод және негізгі ой екен. Ал образдар жүйесіне талдауда ол мектеп қабырғасында дәстүрге айналғаны белгілі, иә? Образдар жүйесі өзі бейненің, кейіпкерлердің. Біз кейіпкерлерді қандай түрге бөлеміз? Жағымды, жағымсыз кейіпкерлер. Я басты кейіпкер болады және жанама кейіпкер болады. Я? Ал одан кейінгі авторлық көзқарас шығармадағы негізгі басты проблема образдық талдауда ерекше орын алады екен. Мысалы, кез келген шығармаға, яғни біз кез келген шығарманы оқыта отырып, сұрақ жауап әдісін міндетті түрде қолдануымыз керек. Абай жолы романында Құнанбай бейнесі арқылы біз нені көре аламыз? Автор нені сомдауды көздеді? Болмаса қоғамның алдындағы қылықтарын көрсетуің ба? Сол заманның бейнесін көрсетті Құнанбай бейнесі арқылы. Феодалдық қоғамды көрсетуді көздеген екен. Сосын тағы бір нәрсе, шығармада көркемдік шындық пен тарихи шындық деген мәселе бар дедік. Оны да естен қалдырмауымыз керек. Және үшінші тақырыпты проблемалық талдау. Яғни проблемалық талдаудағы ең негізгі мақсаты не екен? Оқушылардың танымын арттырып, олардың көзқарастарын ойлау жүйелеріне оң әсер ету. Сонда өзіндік ізденістеріне дейді, өзіндік ізденістеріне мүмкіндік ашады. Дамуына мүмкіндік ашады. Бізде осы проблемалық талдауда жай сұрақтар және проблема туындататын сұрақтар дейді. Яғни проблемалық сипаттағы сұрақтар. Мысалы, басында айттығы Қараш-Қараш оқиғасында бұл Бақтығұлдың бейнесі бойынша образдар жүйесіне талдаған кезде жай сұрақтар және проблемалық сұрақтарды көрейік. Осы сияқты, осы көркем шығарманы талдаудың кезеңдерінде жағы проблемалық сипаттағы сұрақтарды біз тақтаға іліндіреміз. Болмаса үлестірме қағаздар арқылы. Мысалы, салыстырып көрейік. Бақтығұл кім? Бақтығұл қандай кейіпкер? Бұл жай сұрақ па, проблемалық сипаттағы сұрақ па? Жай сұрақ. Жай сұрақ. Жай сұрақ. Дұрыс. Проблемалық сипаттағы сұрақтарды құрастырып көрейікші. Бізде объекті белгілі, Мысалы, Сәлмен мен Жарасбайдың құрбаны ма, әлде кек алушы күрескері ме? Осы Бақтығұл жайында болды. Ақбілек апай, кешірерсіз. Сұрағым бар еді. Бұл практикалық сабақ па, лекциялық сабақ па? Лекциялық сабақ. Расписанияда практика деп тұр ғой. Соны анықтап алайықшы, силабусыңызды қарасам,
жиған қорытындысы. Яғни басқа көзқараспен қарай бастайды екен. Және өз беттерімен іздену жұмыстарына жұмылдырылады. Оны жаңа біліммен ұштастырады екен. Мұғалім осы жерде баланың алған біліміне қосымша қандай материал пайдаланды, және қосымша қандай жаңағы өздеріне ой түйді. Толықтырып айтады екен. Сонымен қатар оқушылардың